Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге сыр мен сиырдың етінен жасалатын рулеттің рецептісімен бөліспекшімін. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көрулеріңізді ұсынамын. Алдын ала осылай сырымызды үккіштен өткізіп аламыз. Ұсағынан өткізуге де болады. Мен осылай ірісінен өткіздім. Сырымызды міндетті түрде холодильникке немесе морозильникке салып аламыз, себебі үккіштен өткізуге бізге ыңғайлы болу үшін. Үккіштен өткізілген сырымыздың үстінен манная крупамызды салып, 3 жұмыртқамызды, майонезімізді салып, барлығын бірге біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде жақсылап араластырғанына көз жеткізіңіз, себебі манная крупамыз араласпай арасында түйіршік болып қалып кетуі мүмкін. Массамызды біркелкі етіп араластырып болғаннан кейін үстінен 2 тамшы пищевой краситель қолдандым. Сары түсінен, себебі сырға сары әдемі рең беру үшін. Егер сіздерде пищевой краситель болмаған жағдайда, онда қолдану міндетті емес. Дайын болған массамызды пергамент қағазын төсеп, дәл осылайынан видеода көрініп тұрғандай біркелкі етіп лопатканың көмегімен орналастырып шығамыз. Барлығын толығымен жайып болғаннан кейін духовкаға 10-12 минутқа 150 градусқа жібереміз. Сырға начинка дайындау үшін ет тартқыштан тартылған фаршымызға ұсақтап туралған пиязымызды керегінше әртүрлі дәмдеуіштерді қолданамыз. Бұл жерде дәмдеуіштерден қара бұрыш, қызыл бұрыш, кориандр және приправа для мяса бар. Қалауымша 1 бас чеснок қостым, жұмыртқаның сарысын ғана қосасыздар. Бұл жерде чеснок қосу міндетті емес, егер сізге немесе сіздің отбасыларыңызға ұнамаған жағдайда чеснокты мүлдем қолданбауыңызға да болады. Керекті заттарымыздың бәрін қосып, фаршымызды араластырып болғаннан кейін, жақсылап араласқан фаршымызды ыдысымыздың ішіне қолымызбен видеодағыдай етіп алып, жақсылап ұрғылаймыз. Бұл әдісті біз бірнеше рет қайталауымыз қажет, себебі фаршымыз піскеннен кейін сырдан ажырап кетпеу үшін, кескен кезде фаршымыз шашырап тұрмау үшін жақсылап ұрғылау маңызды. Менің жаңағы духовкаға жіберген сырым пісіп шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Бұл духовкадан шыққан кезде мүлдем ұстауға болмайды, себебі сыр қатты ыстық болып тұрады. Суытып болғаннан кейін осылайынан видеода көрініп тұрғандай жаңағы еттен жасалған фаршымызды алып, біркелкі етіп, сырдың ортаңғы бөлігіне дейін жайғастырып шығамыз. Біркелкі етіп жайғастырып болғаннан кейін фаршымызды сырымызбен қоса рулет сияқты етіп ораймыз. Дәл видеода көрініп тұр, қандай техникамен қалай орау керек екені. Міндетті түрде тығыздап орауымыз қажет. Себебі фаршымыз піскеннен кейін кішкене босайды. Сол уақытта шашырап, жан-жаққа етіміз кетіп қалмас үшін, сырымыздың ортасы ашық қалмас үшін міндетті түрде тығыздап орауымыз қажет. Сосын міндетті түрде фольгамен орауымыз қажет, себебі біздің сырымыз жаңа пісіп қойды ғой. Енді ішіндегі начинкамыз, фаршымыз пісеміз дегенше сыр күйіп кетпеу үшін фольгамен орау міндетті. Міне біздің жаңағы духовкаға жіберген сырный рулетіміз дайын болды, пісіп. Мен сіздерге қазір кесіп көрсетемін, бірақ қазір өте ыстық, себебі қазір ғана алдым. Сіздер асығыс болмаған жағдайда холодильникке немесе морозильникке салып барып кессеңіздер, онда сіздерде сырларыңыз әдемі болып кесіледі. Рецепт үшін қажетті ингредиенттардың барлығы описанияда толығымен көрсетілген. Сол жерден өтіп қарай аласыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Және де сізге қандай да бір рецепт қажет болатын болса, комментарийға қалдырсаңыз болады. Міндетті түрде оқып, сол рецепті шығаруға тырысамын.